Шынтас Сағитжанұлы, Гүлжанар Нартайқызы. Сіздермен бүгінгі кездесудің басты себебі ұлдарыңыз Бекзатхан Шынтасұлының әскери борышын адал орындап жатқанына сәйкес сіздермен кездесіп отырмыз. Қысқаша өзіңізді таныстыра кетсеңіздер. Мен Бекзатхан Шынтас, 1970 жылы осы Қызылорда облысы Қазалы ауданында дүниеге келдім. Жалпы Сәтбаев мектебінде мұғалім. Қазір 5 айдан асты. Қордайға қарасты, Жамбыл облысының Қордай ауданына қарасты. Сол жердегі шекара қызметінде өзінің әскери борышын өтеп жатыр. Бекзатханның мамасы, есімім Гүлжанар, фамилиям Кадирова. Қаныш Сәтбаев атындағы нөмір 216 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімімін. Назарыңызға рахмет. Енді осы тапасынан бастайын. Сұрақта балаңыз қай жылы қай бөлімде қай әскери бөлімде борышын өтеп жатыр? Жалпы балам Бекзатхан ол да енді Сәтбаев негізі 5 жасында мектепке барды, 6-ға толар толмастан. Өзі 2000 жылы дүниеге келген. 1998 жылдармен мектепке оқыды. Сөйтіп осы мектепті жақсы бітіріп, грантқа осы жаңағы өзім алдында айтып өткен сол Орал қаласы Батыс Қазақстан облысындағы Өтемісов атындағы мемлекеттік университетінің математика факультетінде оқыды, жақсы бітірді. Одан кейін магистратураны жақсы бітіріп шықты. Сөйтіп осы Сәтбаев мектебінде математика пәні мұғалімі болып жүріп, жаңағы өзім азаматтық борышым, осы әскери міндетімді өтеуге барам деп өзі сұранып, енді ол мектеп бітіргеннен кейін университетте оқыды, одан кейін магистратурада 2 жыл оқыды, ана да 4 жыл оқыды. Қазір кезде мына Қордай, Жамбыл облысы Қордай ауданындағы шекара қызметінде қызмет атқарып жатыр. Қазір сол жердегі 3 ай учебка дейміз, жаттығудан өтті. Қазір енді 5 айдың үстінде қызмет атқарып жатыр. Ар жағында шекарада, ауқатты деген шекарада 28 сарбаздың сол жерде жаңағы жетекшісі болып, сол жерде өзінің мемлекет алдындағы қызметін атқарып жатыр. Рахмет. Енді мынау әскери қызметтен кейін ұлыңыздың мінезін қалай бағалар едіңіз, қалай өзгереді деп ойлайсыз? Енді әрбір ата-ана баласы өзіне ыстық, өзіне жақсы. Баламыздың біздің оқыған, тоқыған білімі бар. Әрбір жаңағы мектепте жұмыс жасады, оқушылармен жұмыс жасады, үлкендермен өзіміздің осы жанұяда алған тәлім тәрбиесімен баламыз ондай жаңағы жақсы жағынан көрініп жүрген. Енді өзім осы құқық қорғау саласында 25 жыл қызмет атқарғаннан кейін, жаңағы форма кигеннен кейін, оның әскери форма киіп, одан сайын өмірге деген көзқарасы жақсы, өзінің азаматтылығын одан да шыңдап келеді деген үміттемін. Енді Бекзатхан видеомен қазір 7-де бізді алып кетіп, шашын алып тастаған. Бірақ 2 ай өткеннен кейін біз присягасына бардық, ант қабылдау рәсіміне. Сол кезеңде көңілім бір жайланып, армияның жағдайын көріп, кішкене жақсы болып, жақсы көңіл күйде қайттым. Енді мен баламның сол жүрген жерінде мықты азамат болып, осы өзінің отының басында, өзінің жұрты, нағашы жұртынан алған көрген тәлім тәрбиесін ойына сіңіріп армияға барды. Ол енді жүрген жерінде мықты азамат болып өзін өзі алып жүреді деген сенімдемін. Баламды мен жоғарыдан көрем деген сенімдемін. Баламның болашағына сенем, мықты азамат болады, папасынан алған үлгі өнегесі мықты азамат болып шығады деген сенімдемін. Құрметті Шынтас Сағитжанұлы, Гүлжанар Нартайқызы, сіздерге елін сүйген, ерлікпен тәртіпті ту еткен азамат тәрбиелегендердің үшін шынайы алғысымды білдіремін. Ұлыңыз Бекзатхан Шынтасұлы отан алдындағы қасиетті борышын абыроймен атқарып, елінің игілігі жолындағы отан алдындағы борышын аман-есен атқарып келуіне тілектеспін. Оның әскери қызметтегі жауапкершілігі мен ерліктері сансыз, сіздердің берген тәрбиелеріңіз арқасы екені сөзсіз. Сіздерге мықты денсаулық, отбасыларыңызға амандық, ал ұлдарыңызға жарқын болашақ пен толағай табыс тілеймін. Құрметпен Қазалы ауданының орынбасары Әлиев Жәнібек Алмасұлының атынан.